Бір күні жұмысқа келсем, балалар айтты, біз санитайзер тендерін ұтып алдық. Қаражат бөлінді бухгалтериядан. Менің командамдағы балалар товар сатып алып, заказчикке апарды, заказчик қабылдамай қойды. Товар неге десек, сай келмейді дейді. Өмірде жоқ размер санитайзерді ұтып алыппыз. Ешкім шығармайды. Шинаға заявка бергенде 4 бұрышты шина ұтып алған сияқты болдық қой. Осы кезде мен бұл закупкаға кірістім. Сәлем, мен болашақ миллионерлерім. Мен әрқашанда айтам, ешкім бұл өмірде идеальный емес. Ең біріншіден мен де идеальный емеспін. Сіздермен әдеттегідей идеальный емес Сәкен Сәбина ханым. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы менің қателіктерім. Менің ойымша, қателік жібермейтін адам ол тірі адам емес, ол өлі адам. Тірі адам міндетті түрде бір қателіктерді жібереді. Мен де қателіктерді жіберем. Тендерде менің қателіктерім бастан асады. Бір выпускқа менің қателіктерім барлығын сыйғызу мүмкін емес. Бірақ ең соңғысын айтайын, мен тендерге қазір заявка бермеймін. Заявканы беретін менің командам. Бізде өзі заявка берудің өзінің бір механизмі бар. Сөйтіп балалар тендерге заявка береді. Мен тек қана ұтқан тендерлерге көңіл бөлем, себебі заказчикпен кездесем, заказчикпен бұл тендерді қалай орындайтынымызды ақылдасамын. Сөйтіп бір күні жұмысқа келсем, балалар айтты, біз санитайзер тендерін ұтып алдық деді. Жарайды дедім, жақсы болған екен. Как раз бұл пандемия кезінде бұл хайп товар болды. Санитайзер, жаңа маска деген сияқты, защитный костюм. Сөйтіп біз санитайзерді ұтып алдық. Ұтып алдық. Қаражат бөлінді бухгалтериядан. Менің командамдағы балалар товар сатып алып, заказчикке апарды, заказчик қабылдамай қойды. Енді бұл тендерге мен осы кезде қосылдым. Себебі қиын тендер емес, санитайзер тек қана бәленбай количествоны алып, жаңа бәленбай блок, упаковка, жаңа штук, соны алып біздер жеткізуіміз керек болатын. Бұл сондай бір қиын тендер емес болатын. Мен команда орындай берсін деп, бухгалтериядан қаражат бөлдік. Сөйтіп товарды апардық, заказчик қабылдамай қойды. Товар неге десек, сай келмейді дейді. Осы кезде мен бұл закупкаға кірістім, кіріп кеттім. Толық зерттедім, заказчикпен сөйлестім. Қай жері келмеді десем, сөйтсем бұның биіктігі және де ені келмейді дейді. Бұл жерде біз қуа деп командамен отырдық. Сөйтсек, біздер өмірде вообще жоқ размер санитайзерді ұтып алыппыз. Бұндай размер өмірде жоқ. Ешкім шығармайды. Бұл енді біз дөңгелекті білесіз ғой, домалақ дөңгелек қой, дұрыс па? Бұл енді біз шинаға заявка бергенде 4 бұрышты шина ұтып алған сияқты болдық қой. Өмірде бұндай размері жоқ, ешкім шығармайтын санитайзерді ұтып алдық. Сөйтіп заказчикпен сөйлестім, сіз бұндай размерді қайдан алып жүрсіз десем, бұл кісі олар маған былай деп жауап берді. Олар, оказывается, антисептикті алған, антисептикті линейкамен биіктігін өлшеген, енін өлшеген болды. Соны алды, санитайзердің осындай размері керек деп тендерді жариялапты. Біздің балалар қатысқан, менің командамдағы балалар қатысып тендерді ұтып алған. Әрине біз кейін көп жаңағыдай бізде Zoom кездесулерде болды, заказчикпен бұл ситуациядан қалай шығамыз. Санитайзерді қабылдамайды, партия санитайзер жатыр. Енді бұл тендерді жабу үшін мен санитайзер шығаратын бір өндіріс орнын ашып, арнайы осы заказчикке қажетті размермен санитайзерді шығарып жеткізуім керек болатын. Бірақ мен өте ақылды адаммын. 8 жылдық тәжірибем бар. Өзімнің құқығымды білем. Құқықтық сауаттылық жақсы деңгейде. Сөйтіп, біз бұл тендерді жаптық, басқа санитайзерді апардық. Бұл санитайзердің де енді антисептик размері онша келмейді, себебі үлкен болды. Біз сол үлкен санитайзер тапсырдық. Неге десеңіздер, заң бойынша, егер товарды тапсырған кезде, сіздер, мәселен, товарыңыз сай келмесе, онда сіз заң бойынша техникалық сипаттамасы жоғары, қандай да бір көрсеткіштері жоғары заттарды апара аласыздар. Мәселен, биіктігі жоғары,
бұдан да жоғары техникалық сипаттамада жазылғаннан гөрі жаңағы ширинасы дейді ғой, онда көбірек жаңағыдай заң бойынша сіздер тапсыра аласыздар. Мінекей дәл осылай біз осы ситуациядан шықтық. Бірақ ішінде өте көп қызықтар болды. Және қазір есіме түсіп жатыр, енді мен өзім жеке қандай қателік жібердім. Мен өзім жеке бір тендерге қатыстым, и монополисттің тендерін мен қатыстым, и монополист қатысты. Монополистті білесіз, монополист бұл тек қана ол кісіде ғана маған қажет нәрсе бар. Сол екеуміз-ақ қана қатыстық тендерге, және де мен бұл тендерді ұтып алдым. Біздің бағамыздың айырмашылығы 1 теңге болды. Сөйтіп тендерді ұтып алдым. Себебі мен бұл кісілерден бағаларды алғам, білгем, және де оның ішінде пайда болды. Бірақ монополист соншалықты қатты мен оның ырзасына тиіп кеттім. Менімен бірге жұмыс жасамаймын деді. Арасы бізде менікі 1 теңгеге арзан болып, мен жаңағыдай тендерді ұтып алдым. Біз алғашқы кездесуімізде монополистпен ол кісі сондай ашуланған, сондай жынданып тұрған, сондай бір агрессивный дейді ғой да, агрессиямен мен қарсы алып, сіз қалайша, біз монополистпіз, сіз 1 теңге арзан, қайдан аласыз, қалай орындайсыз өзіңізге алған міндеттемелерді, қалай сіз бағаны бердіңіз, бізде ондай баға жоқ, 1 теңге ғана түсіріпсіз, біз сізге жеңілдік дейді, 150 теңге жасап береміз. Сіз тендерді ұттыңыз, келісім шарт сізге келсін, бірақ біз бұны қалай да болса біз орындаймыз, себебі тек біз ғана монополистпіз, және де сіз бұл тендерден пайда тапсаңыз, ары кетсе 150 теңге түсіреміз. Общий сомадан, ол жақтағы сома 35 миллион болған, по-моему, есімде, 35 миллионға жуық, 150 теңге пайда табасыз деді. Егер де жаңадан бастап келе жатқан тендерщик болса, менің орнымда скорый шақырып, жылап сықтап, нервный срыв болып, бычты шығушы еді. Бірақ мен өте ақылды әйелмін. 8 жылдық тәжірибем бар. Және де заңды білем, құқығымды білем. Сөйтіп мен бұл тендерден 5 миллион теңге таза пайда таптым. Монополистпен бірге жұмыс жасап, 5 миллион теңге таза пайда таптым. Қалай деген сұраққа мен өзімнің онлайн болмаса офлайн курсымда жауап берем. Тіркеліңіздер, әрекет жасаңыздар, нәтижеге жетіңіздер. Мен сіздерді кез келген тендерді парасыз, таныссыз, көкесіз ұтып алу жолдармен таныстырамын, үйретемін, және де сізден білікті тендерщик шығарамын. Әрекетке берекет.